Нәресте дүниеге келгенде менің атам құл болмаған деген ұстанымды Хасен Оралтай көш кітабында жеткізеді. Бүгінде бұл шығарма Алматы театрында жабық көрсетілімде сахналанды. Қойшы режиссер Фархат Молдағали бұл шығарманы көрерменге қалай жеткізді? Бірге көрейік. Жабық форматта өткен шараға театр және мәдениет саласының өкілдері, сонымен қатар еліміздің танымал әртістері мен өнер сүйер көрермендер келді. Қойылымның сахнаға шығу тарихы мен шығармашылық ізденіс жолы туралы пьеса авторы Мирас Әбілмен сұхбаттастық. Жаңа спектакльде бір сөз бар. Бір қазақ бір күні тұрады. Бір күні бір бала туар, сол бала менің атам құл болмаған деп өмір сүреді деген бір монолог бар. Көрерменге анау жалпылама сөйлейді ғой, әртүрлі ойларды айтып, бірақ мен Хасен Оралтай деген есім мен үшін бір өте биік есім. Ұлтқа қатысты кез келген мәселеде бірінші мінберде тұрған азамат ретінде бұл Қалибек бастаған көш саяси көшке жатады. Осы көш арқылы қазақтың басынан өткен аумалы төкпелі кезеңдерде де оның рухы өлмеген және азаттық үшін қандай да тіпті Гималай асса да тозақтың қандай түрі болса да қадам басылатын ел екенін және бабалар кешкен зұлмат күндерге бір көк шұбар тас ретінде рухани бір ескерткіш қою мақсатында театр тілімен сөйлету мақсатында осылай жасадық спектакльді. Енді оны көрермен таразы болады, қалай болғанын. Осы спектакльді сахналау барысында қандай да бір қиындықтар туды ма, және кітаптан нақты қандай детальдарды алуға тырыстыңыздар? Жалпы сол елі майлап өткен өмір деген кітап нақты деректерге жазылған. Енді театр деген бәрі басқа әлем ғой. Оның өзінің режиссура, актерлік өнердің өзінің ауаны бар. Сондықтан да бұл жердегі есімдер, болған оқиғалар, жалпы айтылатын тақырыптардың бәрі кітапта бар. Ал көркемдік шындықтарға бағындыру, оны актердің бір кейіпкердің бастан аяқ жүруіне, оның өзгерісіне, сол жағына талаптарға бағындыруға тырыстық. Шынын айтайын, 80-нен көп бет пьеса жазылды, соның 20 бетін сахнаға шығара алдық. Өйткені бұндай үлкен тақырыпты 2 сағаттан асатын спектакльге сыйғызу өте қиын, және театр талаптарына, режиссураның өзінің стиліне бағындыру үшін. Сондай ана монологта бар ғой, біздің өлген аттарымыз осы жолда құрбан болғанның бәрі шейіт деп, сол секілді көптеген диалогтар, монологтар, жалпы жақсы сахналардың бәрі осы бір көш деген ұғымды көрермен жүрегіне жеткізу үшін құрбан болған жайы бар. Сол біздік. Көш шығармасы өткен ғасырдағы қазақ халқының тарихи тағдырын баяндайды. Туындыда туған жерден үдере көшкен елдің бастан кешкен қиындықтары, азаттыққа деген ұмтылысы мен ұлт рухының беріктігі суреттеледі. Қойылымның тарихи және рухани маңызы туралы қазақстандық ғалым әрі филология ғылымдарының докторы Темірғали Есенбеков өз пікірін білдірді. Ең алдымен мына көш деген спектакльді көріп болғаннан кейін әртүрлі ойларға келеді. Ең алдымен осы кезде қазақтың аяулы ұлы азаматы, алашшыл тұлға Хасан Оралтайды еске аламыз. Мынау спектакль Хасекеңнің бүкіл әлемге танымал елі майлап өткен өмір деген қалың кітабының негізінде қойылған спектакль. Соның бір бөлігі ғана. Менің ойымша әлі де осы кітап негізінде талай спектакльдер қойылатын шығар, фильмдер түсірілетін шығар. Бірақ мынау қойылым адамға, отырған көрерменге қазақтың басынан өткен нәубеттің қандай екенін көрсетті. Соған қарамастан өмір сүруге деген ұмтылысы бар. Барлық қиындыққа шыдамай, ұрпағы үшін алға жылжыған, барлық қиындықты кешкен қазақтың рухына осы фильм спектакль көргеннен кейін тағзым етесің. Өте үлкен ауқымда бәленбай жүздеген адам қатысқан сияқты, оның барлығын басқару оңай емес. Бірақ мынау көштің үлкен көш екенін көрсету үшін әдемі режиссерлер шешім тапқан. Содан кейін музыканы,
мына сахналық көріністердің бәрін әдемі ұйымдастырған. Менің ойымша осы спектакльдің негізінде бұның осы спектакльдің телевизиялық нұсқасын жасаса тіпті қатып кетер еді деп ойлаймын. Спектакльдің сахналануына Хасен Оралтайдың туысы Әбілбашар Ильяс та үлес қосқан. Ол шығарманы пьесаға бейімдеу барысында Мирас Әбілге қолдау көрсетіп, туындыдағы тарихи деректердің дәл берілуіне атсалысқан. Әбілбашар Ильяспен сұхбат кезінде қойылымның дайындық кезеңі мен шығарманың сахнаға жол тартуы жайлы толық ақпарат алдық. Бұл спектакльдің басқа шығармалардан ерекшелігі қандай? Бұл спектакль енді ерекше болатыны бүткіл әлемде 5-6 миллион қазақ шетелде жүр. Бұл көш арқылы осы тарихи көшпен ауып кеткен қазақтар деп есептесек, әзір қайта тәуелсіздіктен кейін қайта елге осы көш арқылы қайтып келіп жатыр. Сол үшін де ерекше. Біз қазақ осы көш арқылы сақталған, мәселе Қорқыт атамыз сияқты жер үйік іздеп кезген сияқты қазақта осы көшіп ауып осынша ұлан-ғайыр жерді иеленіп отыр қазақ. Сол үшін де көш қазақты құтқарған. Небір қиыншылықтан осы көш арқылы Гималай асып, мәселе Қытайда қазақтар Гималай асып Түркияға барған өздерің білесіздер. Осы міне Хасен Оралтай ағамыздың ел майлап өткен өмір еңбегі, естелігі сол көштің нағыз суреттері. Сол көште 17 жасар Хасен Оралтай осы көште болған барлық өздерінің басынан өткен қиындықтарын, ел майлап өткен өмір естелігінде тұтас жазған. Осы көш спектаклін қоюда маған келіп осы материалдарды сұрағандықтан Хасен ағамыздың сол кезде жазған еңбектерін жиып теріп бердім Мирасқа. Сол арқылы бүгінгі спектакльге көп жағдайда көмектестім деп айта аламын. Осы көш арқылы біз қазақтың өткен тарихын есімізге сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отыруымыз керек. Өйткені қазақ осы тәуелсіздікке жету үшін сан ғасырлап көш, міне күні бүгінгі тәуелсіздікке жетіп отырмыз. Әрқашан көш тоқтамаса қазақ сақталып қалу мүмкіндігі бар. Сол үшін де көш деген осы спектакльдің қазақ үшін өте құнды деп айта аламын. Спектакльден кейін көрермендердің әсерін сұрап көрдік. Айжан Хамитқызы мен Гүлім Көпбайқызы қойылымнан алған әсерлерімен бөлісті. Әрине әсер ерекше, өте үлкен тақырыпты театр сахнасы арқылы, театр тілі арқылы беруге тырысқан. Бұл жердегі өте үлкен жұмысты бағалау керекпіз. Ең әуелі шығарманың пьесаға айналуынан бастау керек шығар. Мирасқа көп рахмет айтамыз, пьеса авторы Фархатқа көп рахмет айтамыз. Оның артындағы қаншама дыбыс болсын, жаңа композиторлық жұмыс болсын, хореография болсын, актерлік жұмыс болсын, өте ерекше, көзге бірден бір бұрынғы көріп жүрген қойылымдарға қарағанда мүлдем басқаша әсер қалдырды. Себебі бұл жерде үлкен масса жатыр, массовканың артындағы біз халықтың үнін, халықтың сол кездегі қиын кезеңдерді бастан өткерген әрбір халықтың әр актердің артында былайша айтқанда үлкен бір халықтың үнін көруге тырыстық, бейнесін көруге тырыстық. Сонысымен ерекше болды. Фархат Молдағалидың жалпы қолтаңбасы көрініп тұр. Және бұл спектакльде әсер музыкамен, жарықпен көркемдеген, енді бұндай бұл тарихты барлық адам көру керек, және бір басқаша көзқараспен жасалған дүние болғандықтан бұл нәрсені де сезіну керек деп ойлаймын. Әсіресе бір біздің қазақтың тарихын осылай бір музыкамен және бір сондай бір сахналық көркемдегіш әсерлермен өте жақсы көрермен әсер алады деп ойлаймын. Сондықтан келіп көріңіздер көш спектаклін, және әр адам өзінше бір ой түйіп кетеді деп ойлаймын. Маған мысалы бүгінгі спектакльде өте қатты әсер еткен ол музыка. Композитор Серікжан Айтқалидың жұмысына мен әрдайым, ол Фархат екеуі өте күшті коннект. Сондықтан музыка өте қатты әсер етті бірінші орында. Және
бір ойымды айта салсам бола ма? Маған мысалы бұл спектакльден тиген ойым, өздеріңіз байқасаңыздар барлығы қараңғыда өтеді көріністердің бәрі. Және ешқашан спектакль бойы жарық жанбайды. Осы нәрсе маған ұнады. Бұл жалпы бір қазақ халқының тағдырындағы бір үлкен бір ауыр тарихты сондай бір қараңғылықпен көрсеткісі келіп тұр. Және режиссердің бір шешімінің ұтқырлығы бір жарықты беріп қояды, белгісіз бір жарық, ол сөнбеген үміт, өшпеген сөнбеген үміт. Осынысы маған қатты ұнады. Сондай бір өзімше ой түйдім. Барлық көрерменді осы спектакльді көруге шақырамын. Сондай бір әсермен бөлісіңіздер, сондай бір әсер алып қайтыңыздар. Нұржайна Артықбаева, Қырмызы Мұхитбекқызы, арнайы мінбер үшін.